Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар. Бізде теңдеулер жүйесіне байланысты керемет бір есеп. Бұл есеп ауыл мектептерінде оқитын оқушылар үшін келген есептердің бірі, олимпиада есебі. 11 сыныптарға 2023-24 оқу жылында келген есеп екен. Ойланып көрейік бірге. Қалай шығарамыз? Біздің YouTube каналымыз 1,5 жыл демалыстан кейін қайта жұмысын бастады. Сіздерден бір қолдау күтеміз. Лайк, комментарийін аямайық. Так, есепке тоқталайық. Шешуі. Бірінші теңдеу мен екінші теңдеуді қосатын болсақ, егер бізде мынандай нәрсе пайда болады. Бірінші теңдеуіміз x квадрат минус 5x плюс 2y плюс 12 және екінші теңдеуіміз y квадрат плюс 4y плюс x плюс 1. Екеуінің сәйкесінше қоссақ, бірінші теңдік пен екінші теңдеуді және 0 мен 0-ді қосатын болсақ, 0 шығады, теңдіктің оң жағы. Енді бұл жерде ықшамдалатын өрнектер бар. Минус 5x пен x, 2y пен 4y деген соны ықшамдайтын болсақ, бізде x квадрат минус 4x және y квадрат 2y пен 4y қосылып 6y-ті береді. 12 мен 1-ді қоссақ 13 болады. Енді бұл жерде қысқаша көбейту формуласын дұрыс пайдалануымыз керек. Қысқаша көбейту формуласын пайдаланайын. Яғни 13 дегеніміз 4 пен 9-дың қосындысы. Ал мына тұрғанымыз қысқаша көбейту формуласы 2 санның айырманың квадраты, мына 2 санның қосындысының квадраты. Соны жазайын. X минус 2-ның квадраты плюс y плюс 3-дің квадраты тең 0. Енді бұл жерде қысқаша көбейту формуласын пайдаландық және квадраттан, кез келген санның квадратынан 0-ден үлкен немесе 0-ге тең сан шығуы мүмкін. Аның орнында кез келген сан болуы мүмкін, бірақ 0-ден үлкен, квадраттан кезде 0-ден үлкен немесе 0 болуы мүмкін. Сол нәрсені жазайын. X минус 2-ның квадраты 0-ден үлкен немесе 0-ге тең, y плюс 3-дің квадраты 0-ден үлкен немесе 0-ге тең. Енді қарайық. Егер 0-ден үлкен болатын болса, бірінші өрнегіміз 0-ден үлкен болатын болса, және екінші өрнегіміз де 0-ден үлкен болатын болса, онда бізде теңдік орынды болмайды. 2 0-ден үлкен санның қосындысы, ол 0-ге тең болмайды. Соны ескеретін болсақ, бізде екі өрнекті 0-ге тең деген жағдайда қарастырамыз. Яғни 0-ге тең деген жағдайны ғана қарастырамыз. 0-ден үлкен болса, онда 2 санның қосындысы мына теңдік орынды емес. Содан x-іміз бұл жерден 2-ні, x тапсақ минус 2-ні плюс таңбасымен, 3-ті минус таңбасымен өткізетін болсақ, бізде x тең 2, y тең минус 3 деген жауап шығады. Бұл жауапты тексеру керек, тексеру міндетті. Олимпиадада тексеріп қарастыруымыз керек. Тексерейік. X-ің орнына 2-ні қойық. 2-ның квадраты минус 5 көбейткен 2 плюс 2 көбейткен минус 3 плюс 12 қосындысы. Так, 0-ге тең. 0 тең 0 теңдігі орынды. Мына жерде минус 10, минус 6, минус 16, қосынысы 10, плюс 16 мен қосынысы. Так, y-дің орнына минус 3-ті қояйын. Плюс 4 көбейткен минус 3, плюс 2, плюс 1, тең 0. Так, теңдіктің сол жағы 9, 13, 9, 12, мынау минус 12. 12 минус 12 тең 0. 0 тең 0 теңдігі орынды. Яғни бізде мынаны жауап деп қабылдауға болады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Қолдау көрсетейік.